әлемде қызық 1,8 миллиард мұсылман бар, ислам дінін ұстанатын адамдар бар, 1,8 миллиард. Бірақ қаншасы маскамен жүргенін білмейтін заман болды. Масканы шешетін заманға келдік біз. Қазір әлеуметтік жерде кей қарындастарымызға қараймыз, кей бауырларымызға қараймыз. Бір қарасаң сайрап дін айтып атады, бір қарасаң дінге 99% қайшы нәрсе істеп жүреді. Сондықтан бұл маскамен ұстайтын дін емес. Сондықтан жалпы әрбір әлем, мен анау біреулер айтуы мүмкін, ой мұсылманшылық деген сол деп. Жоқ, мен мұсылман анау мынау демеймін. Әлем екі нәрсеге бөлінеді: табынушы, табынбаушы. Ол сен қай дінге табынатын сенің өміріңдікі. Табынушы, табынбаушы деп қана бөлінеді. Оны мұсылман бола ма, басқа дін бола ма, оны бөлудің керегі жоқ. Әр адам құлшылық өзі үшін жасайды. Сондықтан сен қандай да бір табынушы болсаң, сен ойланшы, сол қай жерде жазылыпты адам ат деп, немесе қай жерде жазылыпты адам өлтір деп. Ал сен сонда табынушы, басқа бір табынушы ретінде қайшы жасап тұрсың ғой. Сондықтан жалпы жастарға эмоция болады, ашуланады адам. Осыны сабырлықпен шешетін заманда тұрмыз біз. Бұдан бөлек, мысалы, қазақта айтады ғой өзі, елін ойлайтын бір азамат болса, оны қабат некет болады деп. Бұл жерде көре алмаушылық деп ойламайсыз ба сіз? Мен олай ойламаймын. Өйткені мынандай ғой. Жалпы кей мақалдарды дұрыстап қарау керек. Біздің қазақта мақал өте көп. Өте көп. Қатесі де бар. Кей мақалдарды мен ойлаймын, астарымен қарау керек. Қалай астарымен қараймыз? Мынандай сөз бар: аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген. Енді қарасаңыз, байдың балаларының бәрінің аузы қисық емес қой. Ол жерде нені ойлауымыз керек? Біз осыны бүйтіп шаш жіберіп қайтып жинап көрейікші осы сөйлемді. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін. Менің ойым, қалтаңда түк жоқ па, ештеңе істемедің ба, сөйлеме деген сөз. Осылай астарлап көруіміз керек та біз. Сондықтан әр мақалды тікелей түсінудің керегі жоқ. Анау мынандай да мақал бар: сөйлей шешен боласың дейді, көре көсем боласың дейді. Енді сен таңнан кешке сөйлей берсең шешен болмайсың. Ол не деген сөз? Шешендігің жоқ па, сөйлеме деген сөз. Көрмедің ба, сен көсемсіме деген сөз да. Біз екінші жағында алып қарауымыз керек. Біз оны тікелей түсінетін заманнан өттік. Бас берді ғой, баспен ойланайық. Сондықтан әр мақалды қараған кезде заманымызға сәйкес қарауымыз керек. Кезінде мысалы ата-бабаларымыз қалай айтып кетті, не үшін айтты ол, осы сөзді не үшін айтты екен деген сияқты. Әйтпесе халық үшін туған адамды қабатын екі туа беретін болса, адам қалмайды ғой. Бәрін қабаты. Сондықтан бар, жоқ емес. Мен ақша үшін сені жамандап жазып жіберетін адамдар да бар. Оның талайын қазып та тауып та көрдік. Заявление жазып жіберетін. Сені ақша үшін біреудің тапсырмасын орындап жіберетін адамдар бар. Бәрінің мынандай ғой, адалдық әрқашан жеңіп шығады. Арам ойы бар. Мысалы, мен енді күнде өзім отырып сұраған кезде осылай сұраймын: арам адамдардан алыс бол дұрысы деп. Өйткені білмейсің кімнің арам екен. Көп адам бар, сенің жаныңда жүреді, артынан естисің, сендегі бүткіл дүние ішіңе, бауырыңа кіріп, сендегі бар нәрсені біледі да, соны қарсы қолданып жүреді. Сен ол адамды жақыным деп тартып жүресің. Сондықтан мен соңғы кезде, әсіресе мынау соңғы 3-4 айда көп нәрселерді қарап түсінгенім, сұраймын енді, арам адамдардан алыс қылшы мен деп. Өйткені саясатта да сол. Арам адамдар бар, жоқ деп айтпаймын. Алыс болуымыз керек та. Өзім бас пайдасы үшін саясатқа келген адамдар да бар. Онда да түсініп жатырмыз, көріп жатырмыз. Сондықтан біреулердің амбициясы бар, біреулердің саясаттан ақша жасау амбициясы бар. Сондықтан оның бәрін бір көріп ажырата алмайсыз ғой. Сондықтан жалпы біз қоғамда қашан адалдыққа қарай бет бұрамыз, қашан біз дұрыс жол таңдаймыз, қашан біз өзіміздің жасағай жатқан нәрсемізді 5 рет ойланып барып жасаймыз, сол кезде біз қоғамымызды дұрысталып бастайды. Адалдық демекші аға, мысалы сіздердің қатарластарыңыз, замандастарыңыз, одан жоғарғы буын өкілдерінің арасында жаңада сіздің алдыңызда келген Бақытжан Бұхарбай мырзаға қойып жатырмын осы сұрақты. Құдайға емес адамға табыну бар, жағымпаздану көп. Бұл жүйе қашан сынады? Енді не үшін ондай? Адам бір кемелдікке жетеді ғой. Кей адам өмірін сонымен дұрыс деп ойлайды.
қиындатқысы келмейді. Кей адам сол қиындықтан өтем деп ешкімге жақпай жүреді. Сондықтан кей адам өзінің сондай мінезін мен өте дұрыс деп ойлайды. Кейде енді жерге кіріп кетке жаздайсың. Бір адамдарды көрген кезде ана адамның теріс айтып тұрған дұрыс қылып жіберген кезде. Енді өмір қазір қоғам солай, ол тек Қазақстан деп айтпаймын, әлем сондай. Сондықтан ұстаным болу керек. Адамда өзінің ұстаным болу керек. Мен енді өте көп шетелде жүрген кезде байқаймын. Қашан осы адалдыққа көшеді, қашан дұрыс жаққа қарай бейімделеді, сонда дұрысталып бастайды. Ол келеміз, келмейді емес, келеміз. Бірақ ең бастысы бізде осы заң орындайтын мекемелер мемлекетімізге дұрыс бағыт бағдармен орындау керек та. Заң орындауды асыра сілтемеуіміз керек. Екіншіден, жаңағы штрафтан қорықпауымыз керек. Неге? Сол арқылы түзелеміз. Жапонияда мысалы мынандай, қоқысты сен сорттап тастамасаң, сені тастайсың ба, мен тастайын ба, бүткіл домға салады штраф. Сондықтан көршілер бір-бірін аңдитын болады. Кім дұрыс тастамай жатыр деп. Ана көрші айтып отқан жоқ. Үкіметке сен тауып ал, кім тастады деп. Бәрің жауаптысың біреу үшін деген сияқты, иә. Соның бәрі жауапты. Сол сияқты бәріміз жауапты болуымыз керек. Қателесетін штрафтар бар. Мысалы, көремін мен паласам дұрыс баспаған, әріптер дұрыс оқи алмаған. Ол енді мен ойлаймын, миллионда бір, кемі мыңда бір шығар. Сондықтан 999 жоқ қылып, бір штраф үшін жасамауымыз керек. Әрине болады ол. Электроника болса да қателеседі, адам болса да қателеседі. Сондықтан мен бір оны қорғап олардан бір ұпай жинайын деп тұрған жоқпын. Көбейтсін, қылмыс осымен ашылады ғой. Қаншама ашылмай қалған қылмыстар камерамен ашылып жатыр. Сондықтан ол әлемдік тәжірибе ол. Біз басқа бір өзіміз бірден ойлап табудың керегі жоқ, әлемнен көшіреміз, болды. Есіме түсіп кетті ғой, 2020 жылы мен телефонымды, ұялы телефонымды көліктен бір кісі ұрлап кетеді. Терезесі ашық қалады. Мен оны камерадан көремін да, жарайды деп қоя салмаймын. Жаңалықтар шақырам, әлеуметтік желіге салам, сосын Денис Теннің жағдайын есіне түсірем. Тура солай ұрлық болып жатқан жерде келіп қалып шақтай бөлтеді ғой деген сияқты. Сонымен табылды, ана кісі 5 жылға сотталды. Яғни өзімізден бастау ғой, әрбір нәрсені жауапкершілікпен қарайсың, бейжай қарамайсың, және камералардың жаңағы пайда тигізіп жатыр. Мен енді атын атамай ақ қояйын. Бәлеқор сияқты көрінуі мүмкін. Өте қызық жағдай болды. Танымал бір ағамыз ресторанға телефонын ұмытып кетеді. Сөйтеді да, бір-екі адам келеді да, сол орынға отырады, шетел азамат, қай елдің екенін азаматын атамай ақ қояйын. Сөйтіп, сол екеу алып кетеді телефонды. Сөйтеді да, телефонды алады, сол камерамен қуалайды, телефон алға сайын бір дүкенге кіреді, сол дүкеннен бірдеңке сатып алады. Сөйтеді, ұшып кетеді олар еліне. Ана ағамыз маған айтады, сен осы елдермен жақсы қарым-қатынасың бар ғой? Бар. Жақсы, түсінеміз. Мына екі адам сол елдің азамат екен. Мен телефонды алғаны көрініп тұр. Қалай алғаны ең көрініп тұр. Анау қызметшін шақырмаған, даяшын шақырмаған. Тамаққа заказ бергенде телефонды алып кету үшін тез-тез тұрып кеткен, тамақ ішпей-ақ отказ беріп. Ең қызығы, сол жердегі бір кішкентай дүкеннен барып, картамен ақша төлеген. Сол картада аты жөні тұр. Сөйтіп тауып аламыз. Сол елдегі адамдарға беремін мен. Мына картадағы мына аты жөні бар адамдар тауып берші деп. Сол елде адамдар табады. Сөйтеді да шақырады. Енді ұятты жағдай, телефонды әкеп береді артынан. Мен соңғы ана ағамызға әкеп берем телефон. Ағамыз да айтады, енді сырымен бір телефон үшін емес, ішінде қаншама құнды дүниелерім бар еді дейді. Сол үшін іздедім. Ең бастысы, көрдіңіз ба, камера, картамен төледі, аты жөні бар. Ол тек Қазақстан емес, әлемнен табылған сондай дүниені. Сондықтан біз осы арқылы ескерту беріп жатырмыз ғой. Ол адамдар да таңғалған шығар, бұл Қазақстанның жүйесі қандай дамыған деп. Бізді шетелге шығып кетсек те тауып алды деп. Сондықтан ондай дүние көп. Мысалы, алданып қалыватқан адамдар да көп. Алаяқтық система деген, енді өкінішке орай бізде Қазақстан шегіне жетті. Шегіне жетті, иә. Күнде деп айтсам болады. Күнде бір адам жазады. Осындай қалдандым. Сондықтан мен кейде ойлаймын, бүткіл әлеуметтік желіде жүрген танымал адамдар бар, бүткіл телевидениеден шығып жатқан интервьюдар бар, бүткіл рекламалар бар. Соның ішіне біз қазір осындай реклама жүргіземіз ау. Мынау болса алданас, мынау болса алданас, мына ақпаратты таратамыз, мынау болса алданас.
жарты Қазақстан алданды. Енді ол да бір жағынан сауатсыздық, шынын айту керек. Ол сауатсыздық. Енді мысалы мынандай нәрсеге мен өз басым сенбеймін. Сен 100 мың доллар бер дейді, 100 миллион теңге бер дейді, мен саған айына 20 миллион қосып беремін дейді. Сауатсыздық ол. Ондай ай сайын 20% бизнес жасап жүрген адам біреуден ақша сұрамайды. Сондықтан соған алданып қалатын адамдар бар да. Сондықтан мынау экономикалық сауаттылықты күшейтуіміз керек, осы жағынан ақпаратты күшейтуіміз керек. Алдану деген не екенін ақпаратты күшейтуіміз керек. Мысалы, маған да жазады анау мен кей қазір көп адамдар осындай хат келеді. Мен бәленпайдың ұрпағы едім. Әкемнен осындай дүние қалып еді. Сол дүниені алу үшін маған мынандай жерден банкіден шот ашуым керек еді. Қазақстаннан шот ашып көмектесесіз ба дейді. Содан шот ашып көмектесіңіз, сол шотқа мен осындай ақшаны аударамын дейді. Менің әкемнен қалған дүние. Соңғы мен Қазақстанға келіп, сонымен сіз екеуміз бизнес жасайық деп алдайтындар көп шетелде енді. Оны қарасаңыз түбі қандай? Сіз көмектесесіз, шот ашасыз өтірік. Сөйтеді айтады. Шотта дейді, сізде ақша аудару үшін кемінде қалдық 10 мың доллар тұру керек екен дейді мысалы. Алданып салады. Ал ол ертең содан жұлып алады соң кейін. Бітті деңізші. Сондықтан ондай тегін дүниені армандамау керек. Дүниеде ондай тегін дүние жоқ. Сондықтан мен айтарым, адал еңбек маңдай термен таппаса, ештеңке алданып байып кетем деп ойғама. Рас негізі аға, бізде жолдасымызбен косметика бизнесінде айналысамыз 5 жылдан бері. Нарыққа белгілі бір тауарды кіргізгеннен кейін дистрибьюцияламыз ТМД елі бойынша. Соны контрабандамен алғысы келетін адамдар болады. 200 миллион теңге ақшасынан Кореядан алып берем деген кісі сол алдап кетіп отыр. 200 миллион теңге. Тағы да бұл жерде сол жаңағы сауатсыздық мәселесі, сену мәселесі и біреудің еңбегін тауарын былай кіргізіп алам деген дүние. Жоқ, мынандай ғой. Ең ар жағындағы түпкі ойы оңай ақша табу. Ол да бар, иә. Ең түпкі ойы сол. Мына жақта біз маркетингтің бәрін 2 жыл жүргіземіз деген сияқты. Түпкі ойы сол ғой, оңай ақша табу. Аға жаңа кәсіпте оңай ақшасыз ештеңе, оңай ақша ешқашан келмейді. Маңдай тер, адал еңбекпен келген ақша дәмді болады. Екіншіден ұйқың тыныш болады. Иә, жаңа кәсіп деп жатырмыз ғой. Маған сіздің бізге қатты ұнаған система, жыл сайын бизнесіңізде басшылықты ауыстырады екенсіз. Біз қарап қоямыз, біздің бір басшымыздың Робтың өзі бір 4 жылда кемі орнында тұрған. Бұл қандай компанияны өсіруге, не үшін құпиясы қандай? Жалпы басшылыққа ауысқан сыртында мынандай дүние бар. Бұл жапондардың системасы. Бір адам бір жылға 3 жылдан артық отыратын болса, жұмысын үйреніп қалады. Арқай немұрай қарайды. Мәселе осылай ғана. Жұмыстан шығарып жібересіз ба оны? Жоқ, басқа жұмысқа ауысу керек. Басқа жұмыстарға ауысу керек. Енді мен 100% бәрін істеп жатырмын деп айта алмаймын, бірақ жапондар істеп жатыр. Маған ұнайды жапондардың ол системасы. Мысалы, сіз сату бөлімінде отырсыз, үйреніп қалдыңыз, жаңа клиент іздегіңіз келмейді. 4 жыл сол клиентпен отыра бересіз. 5-ші жылда отыра бересіз. Басқа жаңа адам келсе, жаңаша көзқараспен қарайды. Сондықтан орындарын ауыстырып, мысалы, әр адамның өзінің бір жұмысқа деген таланты бар. Сонысын ашып беру керек та. Мысалы, аға, оны ауыстыру сізге уақыт жағынан, ол біліктілікті үйрену бойынша шығын емес па? Ол анаққа ауысады, оны үйренгенше деген сияқты. Жоқ, сол істеп жүргенде үйрену керек қой. Мысалы, кей кезде мынандай қызық та бар. Менде өзімде көмекші ассистентка болып істейтін жігіт те келеді, қыз да келеді. Мінезіне қарайсың. Мен көбінде айтамын. Мен шетелде жүрген кезде, мысалы, бухгалтерияны оқып ал. Мен шетелде жүргенде экономиканы оқып ал. Курстар, анадай. Өтірік курстарды айтпаймын. Реальный курстарды оқып аш деймін. Сөйтіп, оқығаннан кейін қаншалықты дәрежеде дұрыс оқығанын қарауға болады. Қаншалықты дәрежеде оны алып кете алатынына қарауға болады. Қаншалықты дәрежеде оны және өзінің түйсігін қарауға болады. Кей адамдар бар, қанша оқыса да ол мамандық оған сәйкес келмейді. Сондықтан жалпы компанияның ішінде басқа жақтағы алтынды іздемей, компанияның ішінен алтын шығару керек қой. Бізде сол ғой, ана компанияда сондай мықты продавец бар екен десе, соны алғысы келіп тұрады. Жоқ. Мен ешқашан өзіміздің саламызда жұмыс істеген адамдар тартып шақырғым келмейді. Неге? Бір компаниядан шығып, екінші компанияға келген адам тұрақсыз болады. Неге? Мысалы, мынандай ғой. Біздің саламызда жұмыс істеп жүрген жерде 500 мың теңге алып, маған 800 мыңға келсе, ертең миллионға шақырса кете береді ол. Иә, ол да бар. Сондықтан тұрақтылық болу керек та. Тұрақтылық бар жерде жұмыс өнеді. Сондықтан жалпы тағы да айтамын, мынау қызметкерлер болсын, жастар болсын, жұмысқа кірген кезде мен байып кетемін деп кірмеу керек.